Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Каналыма енді келіп жатқан болсаңыздар, қош келдіңіздер деймін. Баклажаннан лича жасайтын боламыз. Алдымен осы қызанағымызды кесіп алып, ет тартқыштан өткіземіз. Осындай ащы бұрышта саламыз. Егер сіздер қатты ащыны ататын болсаңыздар, екеу салсаңыздар да болады. Қазанымызға жаңа дайындап алған заттарымызды бірін-кетін салып шығамыз. Орта отта 45 минут қайнататын боламыз. Осылайша жеңіл түрде араластырып тұрамыз. Бізде 45 минут қайнады. Енді қантымызды, тұз, сұйық майымызды, кинза мен укропымызды салып, араластырып, 25 минут тағы да қайнатамыз.
25 минут қайнады. Енді біз чесногымызды, уксусымызды салып 10 минут қайнатамыз. Одан соң барып банкаларымызға құямыз. Осындай жылы бір неміске орап, бір түнге қойып қоямыз. Одан соң барып салқын жерге сақтасаңыздар болады. Егер сіздерге видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.